Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін бізде математика пәнінің 160-шы сабағы. Сабағымыздың тақырыбы симметриялы фигуралар және пысықтау. Бұл кеше симметриялы фигуралар кеше өткенбіз, біз соны бүгін пысықтайтын боламыз. Дәптеріңізге торкөз бойынша торкөзді пайдалана отырып симметриялы пішіндер сызамыз. Міне бір жартысы берілген, осының екінші жартысында аяқтап дәптерімізге саламыз. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Үшінші тапсырмада бізде тік бұрышқа іргелес жатқан екі қабырғасы белгілі 4-6 см және 4 см болатын тік бұрышты үшбұрыш сызуымыз қажет. Тік бұрышты үшбұрыш екі іргелес жатқан қабырғалары белгілі болса, қалай салу керек екенін білесіздер. Алдымен нүкте салып, сол нүктеге екі перпендикуляр түзеу жүргіземіз. Перпендикуляр дегеніміз тік бұрыш жасап қиылысатын түзеулер екенін білесіздер. Осы түзеулердің бойынан бізге керекті қабырғаларын өлшейміз. Ұзындығы 6, бір қабырғасы 4. Осылай. Міне біздің тік бұрышты үшбұрышымыз дайын болды. Артық сызықтарды өшіріп тастасаңыз, бізде тік бұрышты үшбұрыш пайда болады. Оған оны әріптермен белгілейміз, атау береміз және оның атауын жазамыз. АВС үшбұрышы. Енді осы үшбұрыштың өлшемдерін, бұрыштардың өлшемдерін тауып, градустық өлшеммен жазуымыз қажет. Мен біреуін ғана көрсетіп қойдым. Міне ол тік бұрыш. Тік бұрыштың 90 градус болатыны белгілі, өлшемей оны білеміз. Жазып қойдым. Қалған мына екі бұрышы САБ, міне САБ. Мына бұрышының өлшеп жазуымыз керек қанша градус екен, және мына бұрышын өлшеп жазуымыз қажет. Ол үшін сіздер дәптеріңізге осындай тік бұрышты үшбұрыш сызасыздар. Тік бұрышқа іргелес жатқан екі қабырғасы, біреу 6 см, біреу 4 см болу қажет. Дәл осындай тік бұрышты үшбұрыш сызып, оның атауын жазып, және градустық өлшемдерін трансформатордың көмегімен өлшеп, мына белгісіз бұрыштарын тауып жазасыздар. Төртінші тапсырмаға қараймыз. Төртінші тапсырмада құрама фигура берілген. Осы құрама фигураның ауданын есептеуіміз қажет. Сіздер білесіздер, құрама фигуралардың ауданын қалай табу керек. Ол үшін оларды жай фигураларға бөлеміз. Шыққан екі жай фигураның ауданын жеке-жеке тауып алып қосамыз. Бізде міне екі тіктөртбұрыш шықты. Міне бір тіктөртбұрыш, міне бір тіктөртбұрыш. Осы тіктөртбұрыштардың ауданын жеке-жеке табамыз. Мен белгісіз қабырғаларында тауып қояйын. Мына жағы қабырғасы 4 см болатын болса, мына жерге дейін 2 см, демек мына жағы 2 см деген сөз. Мына 5 және 3 см деп көрсетілген. Демек ұзындығы 8 см екенін табамыз, білеміз. Ал енді аудандарын. Бірінші тіктөртбұрышымыздың ауданын тауып аламыз. Ұзындығы 5 см, ені 4 см. Осының ауданын тауып аламыз. Екінші тіктөртбұрыштың ауданы міне 2 см және 3 см. Ұзындығы ені 2 см. Осы тіктөртбұрышымыздың ауданын тауып алып, шыққан аудандарды бір-біріне қоссақ, осы құрама фигураның ауданы шығады. Бұл бірінші тәсілі. Енді екінші тәсіл арқылы шығарсаңыз да болады. Ол үшін бұл фигураны тұтас фигура деп есептейміз де ауданын табамыз. Мына жағы 8, ені 4 см болатын. 32 квадрат сантиметр, бұл бүтін болған жағдайда. Енді қиылған жерінікін жеке тауып аламыз. Ұзындығы 3, ені 2 см. Бұл қиылған жердің ауданын табамыз да, мына бүтін ауданнан қиылған жердің ауданын азайтсақ, осы құрама фигураның ауданы шығады. Сіздер осы екі тәсілдің қайсы ыңғайлы болса, сол тәсілмен есептеп, осы құрама фигураның ауданын табасыздар. Төрттің әсінде де тағы да құрама фигура берілген. Бұның да біз ауданын табуымыз қажет. Бұның ауданына бізге міне алдымен екі жай фигураға бөліп алайық. Сонда бізде екі тіктөртбұрыш шықты міне. Осының аудандарын жеке-жеке тауып алып, аудандарын қоса қойсаңыз болады. Бұл жерде бізде мына жерде неше сантиметр екен белгісіз, сондықтан біз
қиылған жердің ауданын таба алмаймыз. Сондықтан бізге оңай жолы осы бірінші тәсілмен есептесеңіздер болады. Осы бірінші тәсілмен есептеп, осы құрама фигураның ауданын табыңыз. Төртінші тапсырмаға қараймыз. Есеп берілген, сол есепті шығаруымыз қажет. Шебер 3 сағатта 72 орын дайындайды. Оқушының орнын дайындайды, ал шәкіртінің неше орын дайындайтыны белгісіз. Осы 72 орынды ол 2 есе артық уақытта дайындайды. Екеуі 144 орынды неше сағатта дайындайды. Осыны табуымыз қажет. Алдымен шебердің 1 сағатта орындайтын табу алуымыз қажет. Ол 3 сағатта 72 дайындайтын болса, 1 сағатта неше табу үшін 72-ні 3-ке бөлетін болсақ, бұл дайындайтын орын шебердің 1 сағатта дайындайтыны екені шығады. Ал енді шәкіртіні 32 орынды ол 2 есе артық уақытта жасайды. Яғни 2 есе артық уақыт дегеніміз, яғни 3 сағатқа қарағанда шебердің дайындаған шәкіртікі одан 3 есе артық уақыты. Демек, міне осындай уақытта шәкірті 72 орын дайындайды екен. Осы шыққан санды, сағатты 72-ге бөлсек, шығатын сан шәкірттің 1 сағатта дайындайтын орны. Енді барлық орынды 1 сағатта шәкірті мен шебері бірігіп қанша орын дайындайтын тауып алып, соған бөлеміз. Міне мына орынға 1 сағаттағы шебердің орындайтын орнын мен шәкірттің 1 сағатта орындайтын орнын қосып 144-ке бөлсек, екеуі бірлікте 144 орынды неше сағатта дайындайтыны белгілі болады. Екеуі бірге 144 орынды осынша сағатта жабдықтайды екен. Міне, осы есептің шартын, шешуін көшіріп жазып, көп нүктенің орнына тиісті сандарды қойып, есептің жауабын табыңыз. 5-тің әсі, бұның шартын жолға қатысты болғандықтан шартын андай сызба түрінде жазу сізге әлде қайда түсінікті болар деп ойлаймын. Екі қаланың ара қашықтығы 750 километр. Егер автобустың өзі жүретін болса, бұны ол 15 сағатта, осы жолдың барлығын автобус 15 сағатта жүріп өтеді екен, егер бір өзі жүретін болса. Ал автотурист осы барлық жолды 10 сағатта жүреді. Біз олардың жылдамдығы екеуінікі де белгісіз. Ал енді екеуі бір-біріне қарама-қарсы жүретін болса, олар жолда кездеседі. Бірақ қанша уақыттан кейін кездесетіні бізге белгісіз. Оны табу үшін, егер 750 километрді автобустың өзі жүретін болса, ол 15 сағат жұмсайды деп тұр. Яғни осыдан 750-дің барлығын мен автобус жүретін болса, яғни қашықтық деп есептейтін болсақ, онда оның жылдамдығын табуға болады. Автобустың жылдамдығын таптық. Енді бұл автотуристің жылдамдығы. Автобустың жылдамдығы, енді автотуристің жылдамдығын табу үшін біз осы барлық жолды ол 10 сағатта жүреді екен. Соның жылдамдығын табамыз. Екі шыққан жылдамдықты бір-біріне қоссақ, олардың бір-біріне жақындау жылдамдығы белгілі болады. Сол жақындау жылдамдығын барлық жол 750-ге бөлетін болсақ, мына жерде шыққан нәтижені, олардың неше сағаттан кейін кездесетіні белгілі болады екен. Дәптерлеріңізге сызбаны сызып, шартының орнына сызбаны сызасыздар, шешуін жазасыздар, көп нүктенің орнына тиісті сандарды қойып, есептің жауабын табасыздар. 6-шы тапсырма. Өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазып шыққан арман қандай өрнек есептеген табуымыз қажет. Ол үшін біз өрнектерді жазып, мәнін тауып алуымыз қажет. Таптық. Яғни 42 мен 6935-тің көбейтіндісі 291.270 деп тұр. Міне ол мынау жерде тұр. Демек, осы көбейтіндіні 15-ке бөлді деген сөз. 15-ке бөлді. Демек, біз оны бұлай көрсетеміз. Мына көбейтіндіні 15-ке бөлген. Өйткені мына жерде шыққан сан мен мына жерде шыққан сан бірдей. Қарап отырсаңыз. Ал енді
осы демек мынаны көбейтіп бөлгенде 19418 шығады. Міне 19418. Демек осыда міне ол 142987-ден азайтқан. Яғни ол 142987-ден алда тұр деген сөз. Міне сонда арманның өрнегі шықты. Осы өрнекті дәптерімізге көшіріп жазып, міне амалдардың орындалу ретінде жазып, көптіктің орнына тиісті санды қойып, өрнектің мәнін табамыз. 6-ның әсі. Онда да алдымен өрнектердің мәндерін тауып аламыз. Амалдардың орындалу ретінде орналасқан өрнектердің. Сосын қараймыз. 180.540-ты 40 пен 306-ның бөлінісі 590 дейді. Міне 590 демек. Демек мына бөліндіні ол көбейткен. 1445-ке 1445 қайдан шыққан? Міне мына қосындыдан шыққан. Демек міне бөлінді мен қосындыны бір-біріне көбейтті деген сөз. Мына екеуінің жауабына қарасақ. Демек бірінші бөліндіні жазамыз, қосындыны жазамыз және арасына көбейту қоямыз. Міне осымен арманның жазған өрнегін таптық. Сіздер дәптерлеріңізге осы өрнекті көшіріп жазып, мәнін есептеп табасыздар. Тек қана суреттер ғана емес, кейбір әріптер, цифрларда симметриялы болады екен. Міне мына әріптердің симметрия осі бар. Міне бір жартысы ғана көрініп тұр. Енді екінші жартысы тауып, мынау қандай сөздер екенін оқыңыздар. Осы жерде де міне белгілік оқуға болады. Өйткені астында да дәл солай жартысы бар деген сөз. Тағы қандай әріптердің симметрия осі бар екенін тауып, осындай сөздерді достарыңызға жаздырсаңыз болады. 8-ші тапсырманы қараймыз. Бұл жерде симметрия осі көлбеу, диагонал бойынша айна тәрізді көлбеу орналасқан. Фигурадан айнадан қалай көрінетін бейнелеңіздер. Қалай көлбеу орналасып тұр, дәл солай фигура орналастыруымыз қажет біз. Менің ойымша бұлай орналасады деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Менің орналастырғаным дұрыс па, әлде бұрыс па? Егер дұрыс деп есептесеңіздер, осылай дәптерлеріңізге сызыңыздар. 9-ші тапсырмада фигура берілген, бір жартысы ғана, осы симметрия осіне қарап, екінші жартысын дәл осылай қылып сызып, симметриялы фигураны сызамыз дәптерлерімізге. Осымен біздер бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ барысындағы тапсырмалар сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыз.